Сәлем достар, біз бүгін сіздермен 15-ші сабақта кездесіп отырмыз. 第15课 你们公司有多少职员? Бұл тақырыпты осы 15-ші сабақтың сөздерін толық үйреніп болғаннан кейін түсінетін боламыз. Қазірге мен сіздерге аударып бермеймін, оның тақырыбы не екенін өздеріңіз ары қарай көресіздер. Аудармасын, Так, енді біз жеке сөздерге кетейік. Бүгін сіздермен біз 15-ші сабақтың бастапқы 7 сөзін оқитын боламыз. Бірінші сөзі чү у ан чуан, чуан дегеніміз барлығы, бәрі. Чуан жарын бүкіл барлық отбасы деген сияқты, бүкіл барлығы деген мағынаны білдіреді. Так, екіншісі Чау пен дегеніміз немене? Сурет, немесе біздің фотомызды айтамыз, кәдімгі фото суретімізді айтамыз, Чау пен. Келесі, кән дегеніміз енді көру, Мысалы, кән денші, біз денші дегенді үйрегіндік қой, Денші дегеніміз неменеді? Телевизор, мысалы, телевизор көру, Кән. Денші. Мен кейбір сөздерді, жазылуын сәл-сәл кішкене қысқартып кеттім. Неге өйткені? Біз оны бұрын оқыдық. Сондықтан кейбір сөздердің жазылуы сәл-сәл кішкене қысқарды, оны өзіміз. Мысалы, кәнденші, міне жерге 4-5 деп не қойдым? Телевизор көру, кино көру, әртүрлі көру. Келесі сөз бізде же дегеніміз өзімізден үлкен әпкемізді айтамыз, Біраз жетқанда орыс тілінде сестрамызды, апайымыз өзімізден үлкен әпкемізді же дейміз. Ал өзімізден кішкене қарындасымызды біз өткен сабақта қалай айтып едік? Мэй дегеніміз өзімізден кішірек қыз баланы айтамыз. Сіңлі, қыз балалар үшін айтқанда, ер балалар үшін айтқанда қарындас деген сөз, Так, келесі бізде жию, тек қанақ деген мағынаны білдіреді, Тек, мысалы, тек екі адам қанақ, тек екі адам деген мағынаны қанақ білдіреді, Так, келесі сөз бізде зо дейді. Зо дегеніміз істеу, жасау, мысалы, зошыма, не істеп жатырсың, мысалы, мысалы, тапсырма жасау, тапсырма істеу деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз бізде тайфу. Міндердегі тайфу дегендегі тай деген сөзіміз негізі біз бұрын оқыдық. Бұны айтылуы онда басқаша болды. Онда немене та деген сөз, үлкен деген сөз болды. Ал бұл жерде енді бұл тайфу. Айтылуы басқа болады. Тайфу дегеніміз кәдімгі дәрігерді айтамыз. Дәрігер дегеніміз дайфу. Так, енді сөздерді бір рет оқып шығайық. Чуан, жау пен, тон белгісімен оқып отырмын, Сіздерде кішкене назар аударып отырыңыздар. Екеуі де 4-ші тонмен. Жау пен. Келесі сөзіміз тоже 4-ші тонмен. Кән. Енді келесі сөзіміз 3-ші тонмен. Же. Тоже 3-ші тонмен. Жию дегендегі Келесі сөзіміз 4-ші тонмен. Зо. Тай дегеніміз 4-ші тон. Тайфу. Фу дегенде тон белгісі жоқ. Тайфу. Чуан, барлығы бәрі. Жау пен, сурет, фото, Кән, көру, же, әпке, апай деген сөз, тек қана. Зо, істеу, жасау. Тайфу, дәрігер, жалпы дәрігер деген сөз, басқаша аталу емес. Так, міне бүгін бізде 15-ші сабақтың бастапқы
жеті сөзі ары қарай бұл сабақта жиыны 17 сөзден тұрады. Алла қаласа ары қарай келесі сағатта жалғастырамыз. 2. 生词全照片看姐姐指做大夫